Құрметті жамағат, ардақты ағайын, бүгін қасиетті Рамазанның алғашқы түнінде баршаларыңызды көруге қуаныштымын. Шын мәнінде Рамазан біздер үшін өте ұлы ай. Рамазан айындағы әрбір айтылатын біздің зікіріміз, салауатымыз, истиғфарымыз басқа айға қарағанда 1000 есе артық. Рамазан айында оқылатын бір рәкат намазымыз басқа айларға қарағанда 1000 есе артық. Осылай жалғаса береді, құрметті жамағат. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келген мәтінін жеткізіп отырмын. Сахабалар, табиғиндер, кейін қала берді мазһаб имамдардың өздері осы айда ерекше Құранға тағзым, құрмет көрсеткен. Тіпті басқа да құлшылықтарды осы Рамазан айында сәл шектеп, азайтып, ілім алуда да, шариғаттың ілімін, тіпті хадис ілімі, фиқ ілімдер болсын, ұлы ілімдердің өзін осы Рамазан айында оларға шектеу қойып, Рамазанда барынша Құранмен шұғылданған. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-Рахманир Рахим, Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин. Ихдинас сиратал мустaqим. Сиратал лазина ан'амта алейхим غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.